Ұзақ жасаудың сыры. Жапондықтар ұзақ өмір сүруде әлем бойынша бірінші орында. Мұның себебін олар мына 8 тәсілге сыйдырады. Күнделікті ашық жасыл сары түсті көкөністер мен жеміс-жидектер жеу керек. Мысалы, сәбіз, мандарин, алма. Сәбіз бүйрек бауыр жұмысын жақсартады. Бүйректегі құм және шағын тастарды жоюға ықпал етеді. Бауырды тазалайды. Мандарин шырыны теріні және ішектің жұмысын жақсартады. Және бауырда майдың жиналмауын алдын алады. Алма инфаркт, инсулин қаупін азайтады және ісік ауруларының алдын алады. Есте сақтау қабілетін арттырады. Зығыр майы мен күнбағыс майында да адам өмірін ұзартатын аса бағалы қышқыл бар. Күнделікті ұйқыдан тұрғанда жаттығу жасап, демалыс күндері қала сыртына серуен құрыңыз. Әр нәрсені ойлап, қайғыра беру миды де, ағзаны да қартайтады. Иммунитетті әлсіретеді. Күніне 8-9 сағаттық ұйқы адамның жүйке жүйесін, ағзаның демалуына мүмкіндік береді. Жүрек соғысын реттеп, қан қысымын түсіреді. Бөлмеңіздің тазалығына, заттар мен жиһаздардың орналасуына ерекше мән беріп, жиі желдетіп тұрыңыз. Шектен тыс тоя тамақтану адам өмірінің қысқа болуына әсер етеді. Үнемі күліп, көңілді жүруге тырысыңыз. Адам күлгенде беттің бұлшық еттері қозғалысқа түсіп, асқазанның жұмысы да жақсара түседі. Егер ақпарат пайдалы болса, тіркеліп, лайк, коммент жазып қолдап қойсаңыздар. Сау болыңыздар.